Сәлем достар, бүгін сіздермен жасуша бөлінуінің бір түрі митозды қарастырамыз. Каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жынысы және вегетативті көбеюдің негізінде дене жасушасының бөлінуін митоз деп атаймыз. Жасуша екіге бөліну алдында интерфаза стадиясынан өтеді, яғни дайындық кезеңі. Интерфаза мен митоз бірігіп, жасушалық циклды құрайды. Митоз кезінде кезектесіп келетін бірнеше фазалардан өтеді. Олар профаза, метафаза, анафаза және телофаза. Сонымен қатар төменде сандар мен әріптер берілген, онда олардың қандай мағына беретінін қарастырайық. Суреттегі формула генетикалық материалдың мөлшерін көрсетеді. Бірінші сан мен әріп хромосомалар саны немесе жиынтығын білдірсе, екінші сан мен әріп ДНК саны мен жиынтығын білдіреді. Ендеше суретте берілген екі түрлі хромосомалар жиынтығын қарастырайық. Сол жақтағы диплоидты жиынтық, оң жақтағы гаплоидтық жиынтық. Диплоидтық жиынтықтағы ЭКН, яғни бір жұпта екі хромосоманың барын білдіреді. Әр хромосоманың жұбы болады. Бірінші жұп хромосомасында бір хромосома және екі хромосома. Бір, екі хромосома. Бір, екі хромосома. Бір, екі хромосома. Яғни екі хромосоманың барын білдіреді. Егерде біз осы екі хромосоманың қасына тағы бір хромосоманы қоссақ, онда үш хромосома болады. Онда оны біз триплоидты жиынтық деп атар едік. Келесі гаплоидтық жиынтықта N немесе 1N, бұл әр хромосомада бір ғана хромосома санын білдіреді. Бір хромосома, екі хромосома, бір хромосома, бір хромосома, бір және бір хромосоманы білдіреді. Келесі С әріпі ДНК жіпше санын немесе хроматидті анықтайды. Яғни бірінші хромосомалық жұпта 4 хроматидтің барын анықтайды. Бірінші хроматидіміз екінші хроматидіміз, үшінші хроматидіміз және төртінші хроматидіміз. Сонда бұл жерде 4 хроматид анықталып тұр. Дәл сол сияқты бірінші, екінші хроматид, үшінші және төртінші. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Бір, екі, үш және төрт. Ал гаплоидты жиынтықта бір хромосомада екі хроматидті анықталып тұр. Бірінші хроматид, екінші. Яғни екі хроматидті білдіреді. Дәл сол сияқты бір, екі хроматид. Бір, екі хроматид және бір, екі хроматид. Түсінікті болса, келесі. Жасуша екіге бөліну алдында интерфаза стадиясынан өтеді. Интерфазада өте қарқынды түрде күрделі зат алмасу процестері жүзеге асады. Бұл фаза G1, S және G2 деп аталатын үш кезеңнен тұрады. G1 немесе синтез алдындағы кезең. Бұл кезде амин қышқылдары, ферменттер және АТФ жинақталады. Органеллалар, яғни органоидтар саны мен жасушаның көлемі өседі. S немесе синтез кезеңі редупликация нәтижесінде ДНК мөлшері 2 еселенеді.
G2 немесе синтезден кейінгі кезең. Бұл кезеңде РНК мен белок синтезі жүреді және энергия жинақталады. Сонымен жасушаның екіге бөлінуге дайындығы аяқталған соң митоз басталады. Профаза, яғни митоздың бірінші фазасы. Профазаның генетикалық материал мөлшері 2N және 4C. Мұндағы 2N бір хромосома және оның екінші хромосомасы. Бірінші жұп хромосомада 2 хромосоманы анықтап тұр және 4 хроматиданы анықтайды. 1, 2, 3, 4. Не бір жұпты мысал алдық. Келесінде де 1, 2 хромосома және оның 1, 2, 3, 4 хроматидадан тұратынын көреміз. Профаза кезінде хромосомалар шиыршықталады, қысқарады, жуандайды. Мұндағы хромосомалар міне. Центросомалар полюстерге жылжиды. Центросома, 2 центросома полюске жылжиды, ахроматин жіпшелері пайда болады. Ядро мембранасы мен ядрошық жойылады. Бұл суретте ядрошық көрсетілмеген. Митоздың келесі фазасы метафаза. Генетикалық материал мөлшері 2N4C. Яғни 2 хромосомадан тұрады және 4 хроматидадан тұрады. 2, 3, 4. Метафаза кезінде хромосомалар экватор жазықтығына жиналып, метафазалық пластинканы құрайды. Ахроматин жіпшелері центромераға бекиді. Ахроматин жіпшелері центромера. Хромосомалардың жуандығы ең жоғары деңгейге жетеді. Келесі фаза анафаза. Генетикалық материал мөлшері 4N және 4C. Яғни бірінші, екінші, үшінші, төртінші хромосома және бірінші, екінші, үшінші, төртінші хроматид. Анафаза кезінде хромосомалар центромерлері арқылы екіге бөлінеді, сөйтіп 2 хроматид түзеді. 1 хроматид, 2 хроматид. Хроматидтер екі жақ полюстерге ыдырайды. Митоздың ең соңғы фазасы телофаза. Бұл фазадағы процестер профазаға кері өтеді. Телофаза кезінде хромосомалар жіңішке жіптерге айналады. Ядрошық пайда болады. Яғни ядрошық бұл суретте көрсетілмеген. Ядро мембранасы түзіледі. Ядроның мембранасы. Нәтижесінде диплоидты дене жасушасы пайда болады. Митоздың биологиялық маңызы жаңа пайда болған екі жасушаға бірдей генетикалық ақпараттың сақталуы. Тіршілік үшін қажетті мынандай құбылыстарды қамтамасыз етеді. Эмбриондық дамуда, өсуде, зақымданғаннан кейінгі органоидтар мен ұлпаларды қайта қалпына келтіруде, ұлпалардың қызметі кезінде тіршілігін жойып отыратын жасушалардың орнын толықтыруда.